Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған орама нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте оңай және де тойымды тамақ. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Арианна. Бірінші кезекте біз қамырымызды илеп аламыз. Ұнымызға жұмыртқамызды салып, жылы суға тұзымызды жақсылап ертіп ап, суды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Суымызды аз-аздан құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Астына ұн сеуіп, қамырымызды қайта-қайта осылай үстінен басып, иін жақсылап тұрып қандырамыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды үстін жауып қоямыз. Міндетті түрде қайта-қайта үстінен басып, 10-15 минут сайын тындырамыз. Қамырымыздың әдемі болып шығуы иі қануы мен тындыруына байланысты. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек асқабақ, пияз және де картошка. Барлығын әдемі етіп турап аламыз. Кішкенде ұсақтап, төрт-бұрышты етіп, көбіктеп турап шығамыз. Мен дәм беру үшін арасына осындай сиырды майын қолдандым. Қойдан іш майын да қолдануға болады. Бұл міндетті емес, егер сіздерге ұнамаған жағдайда болса, қоспасаңыздар да болады. Салмамыздың барлығын ыдысымызға салып, сұйық май, тұз дәміне қарай және де қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды жақсылап тұрып, иін қандырып, тындырып алдым. Енді 4 бөлікке бөліп, қамыр жаямыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін астына, үстіне ұн сеуіп, оқтаумен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Міндетті түрде арасына ұн сеуіп отырамыз, әйтпесе қамырымыз бір-біріне жабысып қалады. Қамырымызға қатты күш салудың қажеті жоқ, ақырын баппен ақырындап қамыр жайып аламыз. Қамырымызды жақсылап тұрып жайып алдым. Енді ортасына салмамызды салып, бүкіл жеріне салып шығамыз.
Барлығын салып алғаннан кейін рулет сияқты орап шығамыз. Мантоварканың астын майлаймыз. Енді рулетімізді салып шығамыз. Қайнап тұрған суға мантоваркамызды қойып, буға пісіріп аламыз. Шамамен 30-35 минутта пісіп шығады. Орама нанымыз дайын болып шықты. Қамыры деген өте жұқа болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Нарияна. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.